Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Қазақ тілі 3-ші сынып. Бүгінгі тақырыбымыз ағам қобыз тартады. Сабақтың мақсатымен таныс болайық. Қобыз бұл қазақ халқының ұлттық музыкалық аспабы. Қобыз казахский национальный инструмент. Жаңа сөздерге кезек берейік, балалар. Күй, күйші, қобыз, үн. Күй, мелодия. Мынау күйші, исполнитель күйів. Мынау қобыз, музыкалық аспап. Енді сөздердің дұрыс оқылуына көңіл бөлеміз. Күй, күйші, қобыз. Научитесь произнести правильно. Күйші, қобыз, үн. Жақсы, балалар. Енді жіктік жалғауға назар аударамыз. Жіктік жалғау – личное окончание. Мен қобыз тартамын. Я играю на кобызе. Тартамын. В первом лице, когда говорится мен, я, окончание мын, мін, в зависимости от твердости и мягкости слова. Слово тарту твердое, поэтому добавляем твердое окончание. Мен қобыз тартамын. Сен қобыз тартасың. Ты играешь на кобызе. Сіз қобыз тартасыз. Вы играете на кобызе. Ол қобыз тартады. Он или она играет на кобызе. Теперь во множественном числе. Біз қобыз тартамыз. Мы играем на кобызе. Сендер, вы. Сіздер, вы. Олар, они играют на кобызе. Жақсы, балалар, жіктік жалғауға назар аударып оқып шығамыз. Обратите внимание на окончание. Мәтінді оқу сұрақтарға жауап бер. Прочитайте текст, ответьте на вопросы. Менің ағам бар. У меня есть брат. Ол 15 жаста. Ему 15 лет. Ағамның аты Әлихан. Мынау Әлихан. Его зовут Әлихан. Ол музыка мектебінде оқиды. Он учится в музыкальной школе. Ағам қобыз тартады. Мой брат играет на кобызе. Әлихан қобызда әртүрлі күй ойнайды. Әлихан играет на разных күйях. Ол күйші. Он күйші. Исполнитель күйів. Енді сұрақтарға жауап беріп көрейік. Мынау Әлихан. Әлихан қобызды жақсы тартады. Сенің ағаң бар ма? Это вопросительное предложение. Менің ағам бар. Ол неше жаста? Сколько ему лет? Ол 15 жаста. Ему 15 лет. Оның аты кім? Оның аты Әлихан. Әлихан қай мектепте оқиды? Смотрим на текст. Әлихан музыка мектебінде оқиды. Әлихан ходит в музыкальную школу. Ол қандай аспапта ойнайды? Аспап дегеніміз не, балалар? Аспап это что? Инструмент. Ол қобызда әртүрлі күй ойнайды. Әртүрлі, разные. Жақсы, сұрақтарға жақсы жауап беріңдер деген ойдамын. Енді диаграммаға қараймыз. Это устное задание. Сұрақтарға жауап берейік. Заполняем диаграмму. Әлихан кім? Әлихан күйші. Әлихан исполнитель күйів. Әлихан 15 жаста. Әлихан не істейді? Что делает Әлихан? Әлихан қобыз тартады. Играет на кобызе. Әлихан әртүрлі күйлерді орындайды. Әртүрлі күйлерді, разные. Әлихан музыка мектебіне барады. Әлихан бізде өнерлі бала. Әлихан талантливый мальчик. Ол қобызды жақсы көреді. Және Әлихан қобызда өте жақсы ойнайды. Енді оқылым айтылым тапсырмасы.
Оқы, ақпараттың дұрыстығын көрсет. Прочитайте, укажите достоверность информации. Кәне бірге оқимыз. Менің ағам 10 жаста. Дұрыс. Правильно, дұрыс емес, неправильно. Дұрыс емес. Ағамның аты Алихан. Бұл дұрыс жауап, это правильный ответ. Алихан спорт мектебінде оқиды. Жоқ, Алихан спорт емес, музыка мектебінде оқиды. Ол дұрыс емес. Алихан қобыз тартады. Дұрыс, правильно. Алихан қобызда әртүрлі күй ойнайды. Это у нас правильный ответ. Дұрыс. Жақсы балалар. Енді жазылым тапсырмасына назар аударамыз. Сөйлем құра. Кестедегі сөздерді қатыстырып сөйлем құраймыз. Составляем предложение. Например, қобыздың үні маған не істейді? Ұнайды. Қобыздың үні маған ұнайды. Осы тәртіп бойынша жақсылап сөйлем құрастырамыз. Есте сақта, запомните. Алихан 15-те. Алихан музыка мектебінде оқиды. Алихан қобыз тартады. Алихан күйші. Күйші дегеніміз кім? Исполнитель күй. Алихан қобызда әртүрлі күй ойнайды. Өйткені Алихан өнерлі, жақсы бала. Есте сақтап алайық балалар. Біз сабақта жаңа сөздермен жұмыс жасадық, жіктік жалғауын қайталадық, диаграмманы толтырдық. Алиханның қандай екендігін бірге мәтін бойынша анықтадық. Жақсы балалар, сабағымыз аяқталды.